Сәлем барлық керекшілерге, барлық бізді көре алмай, көруге зар болып жүрген адамдарға звезда болып кеткен дейсіз. Бәріне сәлем айтам. Мына жерде біз сіздер көре алмай жүрген бір адам бар. Кім? Рустам. Гүл көйлек киіп келе ме деп айтып. Сәлем айтам бәріне. Иә, асылы үш көйлегі гүлді болар деп ойлап. Ашылу керек? Соуға мен ойлайтыным бар. Жем бір уақытқа байлап қойғаннан. Менің нигім Нұрберген Мақым, атым Нұрберген Мақым, менің аватарымда тұрген Нұрберген Мақым. Мен Жолдыкенов Марат, интернеттегі никнейм Маратхан. Гүл тақырыбын дамыту мақсатында Гүлстан атымен жұмыс істеп жатырмын. Шын есімім Анар. Мен Нұрғалиев Алмас. Интернетте көп жерде сегім, көп жерде декан болып жүрмін. Блог платформада орналасқандықтан автор пост жазған адам ол өзінің айтайын деген ойын арнайы бір тақырып ашып, сол жерде еркін жеткізе алады деп ойлаймын. Керек инфода шынымен керек инфо бар. Мысалы, психикалық тұрғыдан ауру адамдар зерттеу үшін де тым құрыса керек инфоға кіріп тұруға болады. Флут жазатындар бар, офтоп жазатындар бар. Керек инфода ойының еркіндігін айт. Қалай деп айтуға болады? Модерация жасау керек дейін ба, әлдеше бір топ қолданушылардың банаға мәдениетті жазбаларға ұмтылыс жасау керек дейін ба, осындай бір қадам керек сияқты. Белгілі бір виртуалды қарым-қатынастың шартты штрихтары сақталмаған себепті жаңа қолданушылар келген кезде олар бірден безіп кетеді, немесе керісінше керек инфо еркін блог жүйесінде блог жүргізудің, комменттер қалдырудың мәнісі осы екен деп бет алдығыла лаға береді. Мен үшін ұнамайтыны флут, оптоп. Позитив пен негатив көп негізі. Мысалы, күліп келіп жылап қайтуы мүмкін. Эмоциялардың талқыға түсуі деп ойлаймын, меніңше.